Патшаның қазынасы. Баяғыда бір патша өмір сүріпті. Ол байлыққа қатты әуес болған. Жылдар бойы орасан зор қазына жинап, оны ұрылардан және қарапайым халықтан қорғау үшін орманның тереңіндегі жасырын жерасты бөлмесіне тығып қояды. Бұл құпияны тек патшаның өзімен сенімді уәзірі ғана біледі. Бір күні патшаның жанын байлығы шақырады. Жалғыз өзі қазынасын көруге бел буады. Патша жасырын түрде жерасты бөлмесіне барып есікті ашып кіреді. Жарқыраған алтындар мен асыл тастарға қарап, ол үлкен қанағат сезімін сезінеді. Сол күні уәзірі қойманы тексеруге келеді. Қазына бөлмесінің есігі ашық тұрғанын байқайды. Алаңдап ол, мен соңғы рет құлыптауды ұмыттым ба деп ойлайды. Ішке қарамастан есікті сыртынан құлыптап кетіп қалады. Патша өз байлығына тамсанып тұрған кезде сыртта не болғанын білмейді. Шығуға бет бұрғанда есіктің сыртынан құлыптанғанын көріп, ашуы лап етеді. Ол есікті бар күшімен соғады, бірақ ауыр темір есік мызғымайды. Патша алтын толы сандыққа қарап ашуын басуға тырысты. Мен бүкіл елдің әміршісімін. Маған қызметшілерім келеді, бірақ уақыт өтіп жатты, ешкім келмеді. Енді ашу да, қорқыныш та, тіпті тәкаппарлық та көмектесе алмайтынын түсінді. Патша есікті ұрып көмекке шақырады, бірақ орманның тыныштығы оның дауыстарын жұтып қояды. Минут, сағат, күндер өтіп, аштық пен шөлде оны әлсіретеді. Патша жарқыраған асыл тастарға қарап, маған бір жұтым су бере аласыңдар ма деп сұрайды. Алтын мен күміске қолын созып, маған бір үзімнан беріңдерші дейді. Бірақ жансыз байлық үнсіз қалады. Соңғы күшін жинап, патша өткір тас алып, саусағын жаралап, қанымен қабырғаға мынандай сөздер жазады. Әлемдегі барлық байлық бір тамшы су мен бір үзім нанға татымайды. Бірнеше күннен кейін уәзірі қазынаны тексеруге келеді. Патшаның денесін асыл тастардың үстінен табады. Қабырғадағы жазу байлықтың шынайы құнын еске салады. Патша өмір бойы байлық жинады, бірақ ең қиын сәтінде оның байлығы оны құтқара алмады. Ақша құрал өмірдің мақсаты емес. Егер патша байлығын басқалардың игілігіне жұмсағанда, мұндай тағдырға ұшырамауы мүмкін еді. Бұл сабақты уақытында үйрену маңызды. Өлім әуені славян халық аңыздарынан. Бұрынғы өткен заманда ағаштары аспанмен тілдескен тұманы күнмен дос ауыл Белмир деген жерде бір жан өмір сүрді. Аты Мирослав. Ол жас шағында соғыстың сұмдығын көрген соң, қаруын тастап ішкі тыныштықты тек музыкадан іздеген. Сыбызғыда ойнап, таңмен түні музыкамен өрген. Оның үні құстарды баурап, сәбилерді уатып, жүрекке жылу сыйлайтын. Мирослав зағип еді. Бірақ зағиптардың көрмейтіні жарық қана, ал есту мен сезу олардың екінші көзі. Мирослав сыбызғы арқылы адамдардың жанына тиетін әуендер шығаратын. Оны тыңдағандар жылап, күліп, кейде тіпті кешірім сұрап кететін. Бірақ бір түн бәрін өзгертті. Мирослав терең ұйқыда жатқанда түсінде мұздай тыныштық орнады. Бар дүние бозығып тұманға оранған. Оның алдына қара жамылған жүзсіз беймәлім бейне келді. Сол бейне қолына шіріген терідей суық бір қағаз шиыршығын ұстатты. Оянғанда сол қағаз жастығының астында жатты. Бетінде тылсым белгілер қолымен сезіп, сыбызғысын алып, бейсаналы түрде ойнай бастайды. Әуен сұлу, тым шынайы. Сол күні оның анасы көз жұмады, еш себепсіз жүрегі тоқтапты. Бұл оқиғаға себепші ағасы орманда жоғалып кетеді. Тек жалғыз өзі қалады. Таң атты, бірақ Белмир бұрынғыдай емес еді. Үйлердің есіктері ашық, алайда іште үнсіздік. Қарттар мен сәбилер құлағын жапқан жануарлар. Көршілерін іздеп шыққан Мирослав сыбызғысын баяу ұстап әр есікке жақындады. Ауылдың әр түкпірінде, үйде, аулада, тіпті құдық басында адамдар сол жатқан күйі оянбаған. Тіршілік атауы тоқтағандай. Тек жел ғана үйлердің арасында кіріп сыбырлайды. Бұл әнді кім ойнады? Мирослав жүрегі қысылып сыбызғысын тастай салады. Бірақ әуен әлі де құлағында жаңғырып тұрды. Сол түні жалғыз аман қалған жан өзі сыңайлы. Бірақ бұл аман қалу ма әлде қарғыс па? Қайғы мен үрейден жаны шығып, Мирослав өзен бойына барады. Су айнадай мөлдір. Ол қағазды алып ең соңғы рет ыңылдап даусын шығарады. Әуен қайта туғандай, бірақ бұл жолы ол өлімге арнап шырқады. Тұман қоюланып, судың бетінде қара көлеңке көрінді. Тылсым бейне. Мирослав қағазды жұдырығына алды. Бұл ән сенің де тағдырыңды шешсін. Осы сәтте бүкіл ауылды қара тұман басып, өлім бүкіл ауылды алып кетті. Ит, мысық, тауық, тіпті теректің астындағы құмырсқа ұясына дейін. Тек сыбызғы мен қағаз ғана қалды.
Олар әлі де жер бетінде жатты. Оның әуені тарихта сақталып, ғасырлар өткенде тағы бір пенденің қолына түсері анық еді. Кей аңызда бұл әуенді Мара, славян өлім құдайы жазған дейді. Ол көп ғасырлар бойы орағын сермеп, жандар жинап шаршаған соң, әнмен өлім сыйлау әрі әділ, әрі тыныш деп шешкен екен. Басқа аңызда бұл жылаған ұмытылған муза Живана, өмір мен өнер құдайының әпкесі, оның жүрегінде адамзаттың зұлымдығына мұң қалған. Сол мұңды әуенге айналдырған, осылай адамдардың жанын алған. Бірақ ешбір аңыз шындықтың толық бетін ашпайды. Егер орманда әуен естілсе, тыңдама, жаныңмен төлейсің. Жолыңды өзгерт. Қайғыдан туған әуеннің құны ауыр. Музыка жай әуен емес, ол тіл. Құдайлар мен елестердің, өмір мен өлімнің тілі. Түнде беймәлім әуен естісең, үнсіз тыңдама. Жаның оны түсініп қойса, қайтар жол қалмауы мүмкін дейді. Бату ханның айласы. Бірде Бату хан орыстардың үлкен қалаларының бірін алмақ болады. Қаланы ұзақ уақыт қоршағанымен тұрғындар берілмей бекіністе тығылып отырады. Бату күшпен алуға асықпады. Оның орнына айла ойлап тапты. Ол қала басшыларына елші жіберіп, біз сендермен соғыспаймыз. Тек өз билеушімізге салық жинап жатырмыз. Егер әр үйден бір алтын салық берсеңдер, біз кетеміз дейді. Қалалықтар бұл ұсынысты қуана қабылдайды. Егер ақша беріп аман қалсақ, несі жаман деп ойлайды олар. Әр отбасы бір алтынны жинап монғолдарға береді. Бірақ Бату хан мұнымен тоқтамады. Келесі күні тағы елші жіберіп, енді әр үйден бір өгіз беріңдер, сонда түбегейлі кетеміз дейді. Қалалықтар тағы келісіп, бірақ олар өздерінің байлығы мен мал мүлкін өз қолдарымен монғолдарға беріп жатқанын аңғармады. Ақыры үшінші рет елші келіп, әр үйден бір бала беріңдер, біз оларды өзімізбен бірге сапарымызға ала кетеміз дейді. Бұл кезде қала тұрғындары әлсіреген еді. Көптеген ер адамдар қаланы қорғауға шыққанда, монғолдар күтпеген жерден шабуыл жасап, еш қарсылықсыз қаланы жаулап басып алады. Бату хан тек күшпен емес, айламен, сабырмен, психологиялық соққымен жеңді. Бірден жоюдың қажеті жоқ. Жауды өз қолымен әлсіретіп, билікке бағындыру әлдеқайда тиімді деп жазған екен.